Балалар, біз сендермен Бақыт Қожа Мұқайдың Өмірзая романымен танысыппыз. Осы уақытқа дейін бірінші, екінші, үшінші тарауларын оқыған болатынбыз. Солар бойынша жұмыс жасадық. Үйге үшінші тарауын оқып, сол бойынша оқулығымызда 90-шы беттегі бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беру керек болады. Әрқайсының топтарының орталарында ұялы телефондарын жатыр екен. Қараңызшы, ұялы телефондардан қандай SMS кетті. Қараңызшы, SMS кетті. Қандай SMS кетті? Бұл сұраққа да берген жауап берді. Бармай, ұлдарды. Ал Еркежан тыңдап жүрейік. Аяған не себепті өз басын қатерге тікті, оның жеңіліп құрбан болуына қандай жағдай әсер еткіземіз? Аяған әуел баста Совет үкіметінің қағазға жазылған заңына сенеді. Бұрмалаушылардың қателігін түсінеді. Ұстазы профессор Алдияр Ақпанұлының жолын әрі қарай жалғастырып, ол Кенесары туралы көлемді зерттеуін тамамдайды. Бар шырғалаңның барлығы осыдан басталған болатын. Әуелі Алдияр ақсақалды құлатады. Содан соң өз басын қатер төнеді. Жұмыстан шығарылады, бірақ Аяған әділ заңның күшіне сенеді. Ақсақалдың да өзінің де ешқандай жазығы жоқ. Аяған ең жоғары советтік мекемелерге, ең білік партиялық басшыларға арыз жазады. Жазын жаңылдым деп емес, ісім ақ қазақ тарихының қиянат жасалып отыр деген саралады. Нәтижесінде әуелі түрмеге түседі, одан шығысымен жындыханаға қамайды, ақыры аяғында өлтіріп тынады. Жақсы. Қасысына жоқ па? Егер сен жазушы болсаң, Аяғанның тағдырын қалай аяқтар едіңіз? Білмейсіңдер. Егер мен жазушы болсам, Аяғанның тағдырын жақсы кейіпте аяқтайтын едім. Себебі Аяғанның жалпы өмірі соған лайықты болды да. Ол өзінің ерлігін, елдеп тұратын жанашырлығын дәлелдей алды. Яғни қазір екінің бірінің қолынан келмейтін, сол кездің өзінде екінің бірінің қолынан келмейтін патриоттық сезімді өз бойынан тауып, сол бойынша жұмыс жасай білді. Яғни ел тағдыры үшін күресе білген Аяғанның тағдырын жақсы кейіппен анықтайтын еді. Яғни қазір біз Аяғанның жақсылығын түсініп отырмыз ғой. Сол жақсылығын басқа да елдер сол кездегі халық түсінетіндей етіп аяқтайтын еді. Жақсы. Ал барына тағы айтып Үзіндіде Мақсұт пен Жақия қалай сипатталған, қандай іс-әрекеттермен көрінеді? Олардың жауыздығын қалай дәлелдейсің? Жалпы бұл романда Мақсұт пен Жақия өздерінің сатқындары ретінде көрініс табады. Өйткені олар өздерінің өз ұлтының адамдарына зорлық-зомбылық көрсетіп, күш көрсетеді. Мен оны дәлелдей кетсем, романдағы үзіндімен Мақсұттың айтпаған сөзі қалмады, табалады, намысын таптады. Оған да көңілі көншімеді ме, қол жұмсады. Қарап жатып өлмек жоқ, қарсылық көрсеткен. Жалғыз өзіне әл бермегенсін сезді ме, Мақсұт дауыстап әлде кімдерді шақырды. Еңгезерде екі жігіт кіріп келді де жабылып сабады. Осы үзіндіден біз Мақсұттың жауыздығын байқай аламыз. Мақсұттың көрсеткен жауыздығын байқаймыз. Барма айташмасы? Барма Нұрайды тыңдайық. Бас кейіпкердің өңірген өкімші. Шындық үшін жанын пида етуі. Аяғанның түбіне жеткен қай қыры деп ойлайсыңдар? Аяған негізінен ұлттық мүдде жолында күрескен типтік образға жататыны туралы жазды. Оның аңғалдығы заң күшіне сенімі. Жақсы. Мұнда үй тапсырмасы? Ал неге тыңдайық? Жазушы қорлық, опасыздық сияқты жағымсыз нәрселерді кімдердің образы арқылы берген. Бұл образда Мақсұт пен Жақияның образы. Олар өздерінің ұлттарының, өздері қазақ болса да өзінің ұлтының адамдарына зорлық көрсетеді. Және өздерінің елдерін сатып кетеді. Бұл әрине опасыздыққа жатады. Опасыздыққа жатады. Жақсы, қалғанымызда үй тапсырмасы жоқ. Жақсы, ағара кетіп қалады. Енді біз дыбыстық ерекшеліктерге байланысты топқа бөлініп алайық. Мына жерге есімінде М дыбысы бар оқушылар Мақсұт тобына отырамыз. Аяған екінші топқа есімінде Н дыбысы барлар мына топқа келіп отырыңдар. Мында ес қария есімінде Р дыбысы барлар үшінші топқа отырыңдар. Жақия тобына жаңағы қалған балалар отыра саламыз. Қарайық балалар, бізге Қожа Мұқайдың бүгін үшінші тарауы үйде оқылып
алып, жаңа үй тапсырмасы сұралып, бірнеше сұрақтарға жауап беріп отырған балалар, жалпы оқып мазмұн жүйесімен таныс екендерін көріп отырмыз, Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты бала көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсетуіміз керек екен. Көркем шығармадағы заман көрінісімен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау керек екенбіз балалар. Екі мақсат беріпті, осы мақсатқа қол жету жолында жұмыстар жасаймыз. Кеттік, бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші бізде мақсат тобы, үшінші тарау бойынша жұмыс жасайсыңдар. Аяғанның ойын сансақ қалып қашқан қандай сұрақтар еді деген сұрақтар көңілінде попс әдісімен жұмыс жасаңдар. Есқалия тобы сендерге сила әдісін беріп отырмын. Аяған ауруханадан шығарылатынын естігенде жүрегі жарылып қуанды деген сұрақ төңірегінде сендер екінші тарау бойынша жұмыс жасаңдар. Аяған тобы бірінші тарау бойынша жұмыс жасаймыз. Аяғанда Есқалия кейіпкерлеріне қандай қасиеттер тән? Диал әдіс тәсілі арқылы жақия тобына бізде ақын сендер топтарына бірінші, екінші, үшінші тарау, үш тарауды бірақ қосып аласыңдар. Талдап білу әдісі скриптрлардың түрінде кейіпкерлер жүйесін жинақтау керексіңдер. Мақсат бізде бірінші мақсат болды ғой, сол болды. Кейіпкерлер жүйесіне байланыстырып жасайсыңдар. Және даралап, оны өмір шындығымен байланыстырып бересіңдер. Ал бастайық, 5 минут уақыт берейік. Кітаптерімізді ашып, бүгінгілерімізді болғандар сөйлейбеңдер. Жақсы, мені бірінші топтан бастап тыңдай берейік. Бізде попс әдісі болған, ал келдір ал. Менің ойымша бұл халықтың аяғына неге шықты, халықтың көтеріліске шықты деген сұрақтар. Сені мазалаған сұрақтар, бұл халық неге көтеріліске шықты, неге алаңға барып, жаңағы көтеріліске шығып, қол бастап жатыр екен, сол сұрақ сені мазалады, Тыңдап отырамыз, балалар бағалайсыңдар ғой, топтар бір-бірін. Ары қарай жалғастырып кетеміз. Себебі мен оны былай түсіндірейін. Басында жатақханадағы таныстары Аяғанды танымастай болды. Аяған бұған қатты таңғалды. Халықтың бойында үлкен үрей болды. Кейін бұл істің мән-жайын түсінген Аяғанды осындай сұрақтар мазалайды. Үшінші сөйлемде мен оны мына фактілермен дәлелдеймін деп бастайды. Бар ма дәлелдейтін? Оны мен мына мысалдармен дәлелдеймін. Жатақханадан шыққан Аяған ойға шомып кетті. Неге мен көтеріліске қатыспадым? Неге көтеріліс болды? Ұйымдастырушылары болды ма деген ой мазалады. Төртінші соңғы сөйлем? Төртінші сөйлем. Оған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Аяған сабырлы, ойға берілгіш, досына адал. Өз отанына деген, еліне деген, жеріне деген сүйіспеншілігі оны терең ойға шомылдырады. Өз достарының алдында өзін кінәлі сезінеді. Неге мен көтеріліске қатыспадым, неге көтеріліс болды деген сұрақтар оны қатты мазалайды. Ал енді Аяғын қандай қырынан байқап тұр екен бізге? Отансүйгіштігімен байқалып тұр. Достарының адалдығымен байқалады екен. Жақсы, тамаша. Келесі бар ма? Алтындай. Диал, Так, диал, әкелінді, баяндау, суреттеу дейді. Менде баяндау. Басталуы кемпірдің түн жарымда ауруханада терезеге қарап ойға батып отыруынан басталады. Байланысы шалдың іште қынжылуы, яғни кемпір екеуі, яғни қасына келіп, ауруханада шал келіп отырады. Шалы келіп. Содан кейін екеуі баласымен Аяған туралы әңгіме қозғайды. Осы кезде дамуы кемпірдің ұйқыға жатуы, яғни оны санитар олардың ояу отырғанын естіп қалады да, келіп оларға жатыңдар деп бұйрық береді. Сол кезде дамуында Аяғанның қасына шал келіп отырады. Шиеленісуі. Аяғанның патриотизм тақырыбында шалмен сөз қозғау болады. Шарықтау шегінде Аяған ұлтын сатқандарды айтып отырғанда атаның көңіліне кір келтіруі.
себебі ұлы ұлт сатқындардың бірі болатын. Шешімінде аяған шалдың көңіліне тиіп кеткенін түсініп, шалға керісінше қолдау көрсете бастайды. Иә, бұл жерде мен түсіндім. Біз бұл бөлімде шал мен кемпірдің әңгімесінен басталатынын білеміз. Екеуі өздерінің орыстарға сатылып кеткен ұлдарымен көршісі аяғанда әңгіме қылып отырады. Әженің сөзінен, яғни образынан ұлына деген ренішті біз байқай аламыз. Ал Есқарияның сөзінен әлі де үміт оты сөнбегенін байқаймыз. Ұлына ақыл кіреді деген үмітпен жүреді. Бірақ сонда да ішіндегі өкінішті Аяғанмен әңгімесінен көре аламыз. Ол жерде Аяған ұлтын сатқан арсыз адамдарға деген өкпе ренішін айтып отырады. Аяғанның айтқан сөздері қарияның көңіліне тиіп кетеді. Ақсақал өзінің мұнын айтып береді. Аяған өзінің сөздерінен ақсақалдың көңіліне тиіп кеткенін түсініп, оған өзінің қолдауын көрсетеді. Бұл жерде біз әженің образынан өзінің баласына деген ренішті көре аламыз, яғни баласына деген көңілі қалған. Ал Есқарияның образынан баласына деген жанашырлықты, баласына деген бір аяушылық сезімді көре аламыз. Ал Аяған патриот, ұлтын жақсы көретін, ұлт жанды өте патриот адам. Демек, әрпі талдау. Басты кейіпкер Аяған Қуат, зерделі тарихшы, жасыл тізбеске жеткен, қалыптасқан азамат. Парасатты, кісілігі, мейірбандығына біз тәнті боламыз. Басты қасиеті туған халқын сүйетіні. Ал ақыр түбінде мінге айналған басын құртынатын мінезі ол қыз балығы болып табылады. Одан кейін Есқария екінші рөл, ақсақал, момын, совет өкіметінің қариясы. Оның ісін қолдармен қорғауда өксеген жан айқайы бар. Жақсы. Есқария мен Аяғанның байланысы. Есқария мен Аяған басты ұқсастығы еліне деген махаббат, екеуі де елін сүйгіш, халқына жаны жақын, елін ертең үшін алаңдайтын екі азамат. Совет өкіметіндегі болған жағдайларды талқылайды. Жақсы. Кейіпкерлер бейнесі тамашашылық бар ма? Ақыл, сендерде не бар еді? Біздің топқа Фила кісілердің болатын неліктен Аяған ауруханадан шығарылатынын естігенде жүрегі жарылып қуанды. Себебі Аяған профессор туралы ойлайтын да, жаны ашитын да, іздейтін де жалғыз адам болатын. Және ол негізінен ұлттық мүдде жолында күрескенде тип образдардың біреуіне жатады. Жақсы факты келтіріп кетті. Идея ма? Бұл бөлімнен шалдың Аяғанға деген кішкене болсын бауыр басып қалғанын көреміз. Ары қарай. Сұрақ тыңдаңдар. Бірінші сұрақ. Текті жерден екесін, саған аппақ басым деймін деп кімге айтады? Есқария Аяғанға айтады. Аяғын айтады. Екінші, Есқария жүргізбей қоятын, өле-өлгенше аузынан шыға беретін ұяттан қорқам деп кімді меңзеді? Кімді меңзеді? Қайтамыш дейді? Дәулетте бар екен. Ол сөзді ұлына айтты, ұлы туралы. Ұлы туралы айтты, иә? Жақсы отырып жауап бере береміз. Қарғары ең өксіз бізде әрекет жоспары. Әрекет жоспары. Аяған адамды бағалай білетін, адамгершілігі мол, қыз балығы бар, қырлы жан болған. Аяғанды құндылықтарының арқасында түгендеуге ұмтылған нақты кейіпкер ретінде көрдік. Жақсы, бас кейіпкер Аяған топбасшылары сөйлеген оқушылардың белгіленсін. Соңғы бізде қалдыратын өтсе, кеттік. Талқылаушы кім? Толғаудың тақырыбы ол Аяғанның өмірі жайлы. Өзінің ойынша зая кеткен өмір жайлы. Ал сюжетіне келетін болсақ, толғаудың басы Есқария мен кемпірінің әңгімесінен басталады. Және оның ұлдарының орысқа сатылып кеткендігін және интернаттағы өмір жайлы әңгімеден басталады. Ал ортасына келетін болсақ, ол жерде Есқария мен Аяғанның әңгімесі кетеді. Ол жерде Аяған өзінің көтерілісте болғанын және де оның достарының өзіне керсен алып кеткенін жайлы айтады. Және де сюжеттің аяғында Аяған өзінің өкінгенін және өмірінің зая кеткенін айтады. Ары қарай белгілеуші бар ма? Белгілеуші. Менде сұрақ. Сұрақ дейді. Желтоқсан оқиғасы қай жылы болды? Айтайындар.
Алматы қаласында Брежнев алаңында болды. Екінші сұрақ, аяған неге қапаланды? Аяған неге қапаланды дейді. Себебі ол андай. Өйткені ол ұлтшыл жан болғандықтан, ол өзінің ұлтына деген жанашыр адам болғандықтан, ол іште қынжылып, сол үшін қапаланды. Ұлтын сатқан адамдарға Қынжылды. Жақсы, бірін-бірі Үшінші сұрақ, желтоқсан оқиғасында қандай қайғы қасіреттер болды? Желтоқсан оқиғасында көптеген жас бозбалалар мен бойжеткендер құрбандары болды. Яғни жазықсыздан кетті. Оларды халық жауы деп кейбіреулердің атқандарында болды. Сондықтан өте аяусыз болғандықтан жастар қауымынан көптеген шығын шықты, е? Жақсы. Болды ма? Келесі бізде байланыстырушы. Менің ойымша, сол кезде мен қазіргі кезеңді байланыстыратын жайт ол жоғарғы билік өкілдерінің әділетсіздігінің сақталуы деп ойлаймын. Яғни билік өкілдеріне қарсы шыққан азаматтардың көзін жойып отырған. Және де бұл көтеріліс қазіргі таңда тәуелсіздік алғаннан кейінгі болған көтеріліс қантай көтерілісімен ұштастыруға болады. Мысалға, бұл жайтта қазақ азаматын өз еліне жасаған сатқындығын айтуға болады. Көтерілістің туындауы да осы жайттан болған болатын. Ал біз оқыған шығармада бұл Мақсұттың бейнесімен сай келеді. Кейіпкерлер бейнесін әлі ашқан жоқсыңдар балалар. Топ шешені мен қорытындылаушы қалды бізде. Топ шешені. Ел туралы мақамат еді. Ел қадірін көрген біледі, жер қадірін жүрген біледі. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Су жүрген жер береке, ел жүрген жер мереке. Ел үмітін ер ақтар, ер атаған ел сақтар. Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі. Қорытындылаушы енді сен кейіпкер бейнесін ашып кету керексің осы жерде. топтың қорытындылаушысы толғаудың жалпы құндылығын айтып баға береді. Толғаудың құндылығы жалпы кейіпкер бейнесін ашып алатын болсақ, бірінші аяғанның бейнесі. Бұл жерде біз толғауға баға берген кезде бірінші аяғанның бейнесімен тікелей байланыстыруымыз керек. Себебі бізде толғауда басты кейіпкер аяған. Біз аяғанның патриоттық сезімі туралы айтамыз. Аяғанның елді деп өлгені үшін айтамыз, және де ел үшін күресін айтамыз, тоқтаусыз жүрген күресі. Яғни қанша адам одан сырт айналып кетсе де, қанша адам оған қарсы тұрса да, аяған өз еліне деген патриоттық сезімін, махаббатын өшірген жоқ. Неге? Себебі аяғанның бойында сондай күшті патриоттық сезім бар. Барлығы қарсы шығып, оған 1000 адам қарсы шықса да, ол бір адам болып өзі жалғыз қарсы шыға алатындай патриоттық сезім бар. Ол үлкен күш деп ойлаймын. Себебі көп адамдарда сол кездің өзінде кейбір қазақтар сатылып кетті. Неге? Себебі ол адамдарда титтей де патриоттық сезімнің болмағаны деп айтқым келеді. Патриоттық сезімі бар адам елі жері үшін әрқашан жұмыс істеуге, елі жері үшін отқа түсуге де дайын болатын еді. Яғни толғаудың басты құндылығы бұнда патриоттық сезім деп білемін. Себебі қазіргі кезде де патриоттық сезімі жоқ. Яғни қазақ бола тұра қазақша сөйлемейтіндер көп. Біздің еліміздің, жеріміздің осындай кең байтақ жеріміз бен тәуелсіздігіміздің қалай келгені осы жерде баяндалады. Яғни көтеріліске шықпаса сол кезде, яғни көтеріліс баяндалмаса бізге біз қазіргі таңдағы тәуелсіздігіміздің қалай келгенін білмес едік. Жақсы, мақсатқа жетіп отырмыз. Кеттік, ары қарай жылдан бір-бірімізді бағалап кетейік. Топтар, бірінші топты кім қай топ бағаласын? Бағалаңдар. Үшінші топтың жұмысын қоқыспен балалар кейіпкерлер бейнесін тамашашып отыр. Бағала кетіңдер. Бұл уақытын алмаңдар. Әлі бір тапсырмам бар мен. Бұлдар ақбота бағалайын деген топты сендер бағалайын. Мен Мақсат тобы бағалағым келеді. Мақсат тобы жалпы өз мақсаттарына жақсы жетті деп айтқым келеді. Кейіпкер бейнесін толық аша алды. Сонымен қатар ешқандай кемшіліксіз өз тапсырмаларын жақсы орындап шықты. Ешқандай бірақ дейтін нәрсе болған жоқ. Ақботан тобын бағалап кетіңдер сендер. Әдемі? Бағалайтын болсақ, мысалы үшін 3 баспалдақ десек, өздер бірінші сатыда өздеріне берген тапсырманы толықтай орындап шықты. Екінші сатыда осы жерде отырған аудиторияны жұмыс жасай білді. Және де үшінші сатыда жаңағы топтың барлық мүшелері белсенді қатысты. Тамаша. Кеттік. Екеуің бір-бірің бағалаңдар енді, екі топ. Ал бағала. Ескария тобы филологиясын өте жақсы кейіпкерлер бейнесін аша алды деп білемін.
себебі топ мүшелері барлығы сөйледі. Бізге анық, нақты фактілермен фактімен бізге түсіндіріп берді, дәлелдеп берді. Бұларға мен 5 сыйға қоямын. Ал Нұрай? Әдетте топтар өздеріне қойған мақсатты тіке түсіндіруге тырысады, бірақ бұл топ көбінесе өздеріне берген ұстанымды тіке емес, жеңіл түсіндіре білді. Яғни бәрімізге жеңіл естіліп, мақсаттарына жетті. Топ басшылары бағалап отырды. Келесі тапсырмаларымызға көшейік балалар. Екінші тапсырма. Бірінші топ мақсат тобы домино тәсілі бойынша бірінші, үшінші таралады көтерілген мәселені анықтайсыңдар, себебін, салдарын түсіндіріп тұжырым жасайсыңдар. Есқария тобы, Есқарияның немерем қазақтың деуге намыстанады. Мен оған бөтенмін дегені сол кісінің ғана басындағы қасірет пе? Үзіндідегі заман көрінісімен қазіргі заман көрінісін тікесі сарқылы жасап көрді. Аяғы тобы, желтоқсандағы дүрбелек оқыстан туа салған жағдай емес ау деген аяғаның ойымен келсесіңдермен свод талдау әдісіне саламыз. Жақия тобы, кейіпкерлердің трагедиялық тағдырынан сол заманның шындығын көруге бола ма деген сұрақтың өрегінде алты қалпақ әдісі. Бұнда мақсат бізде балалар көтерілген мәселені анықтап, себебін түсіндірдің, дискрипторы, салдарын көрсетіп жасап, заман көрінісі шығармаларымен қазіргі заман көрінісі салыстырып, байланыстырып бағалаймыз. Кеттік бастайға. 5 минут уақыт. Мен біріншіден желтоқсан оқиғасының маңызын айтар болсам, қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін алды. Бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқының тарихындағы ең маңызды оқиғаның бірі болып табылады. Және қазақ халқының тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқының патриот сезімдері оянды деп есептейміз. Маңызды жағы, иә? Маңыздылығы не болды мына желтоқсан оқиғасының? Ең бірінші маңызы не үшін болды? Тәуелсіздік алу. Тәуелсіздік алу үшін болды маңызды жағы, иә? Пайдалы жағы. 1986 жылы желтоқсан көтерілісінің пайдалы жағына келетін болсақ, орталық алаңдағы жастардың іс-әрекеттері және олардың ерлігі қазақ халқының алдағы бостандыққа, тәуелсіздікке деген ұмтылу жолында оларға жігер мен рух берді. Және де ол оқиға осы тәуелсіздік 1991 жылы тәуелсіздік алу жолындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болды. Желтоқсан оқиғасына қатысқандарды саяси тұрғыдан қуғынға басталды. 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды, мыңнан астам адам тұтқындалды, 2000-ы оқудан шығарылды. Желтоқсан оқиғасының тиімдігі. Осы желтоқсан оқиғасынан кейін қазақтар сөз бостандығын алды. Көптеген қазақ мектептері ашылды. Сонымен қатар сол кездегі қазақ СССР-ның хатшысы Геннадий Колбин болған. Оның орнына Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келді. Тағы басқандай қандай тиімді жақтар бар? Мемлекеттік тіліміз, дінімізді қайтардық, өзіміз туымыз, әнұранымыз, теңгеміз, оның барлығы пайдалы жағына жатады, эмоция екен бізде. Желтоқсан оқиғасы қаншама қайғы-қатерге келді. Қаншама боздақтардың қырылып қалуын, жазықсыз жандардың дүниеден өтуі мен қаншама қазақтан айырылып қалуымызбен шектелген жоқ. Яғни желтоқсан оқиғасында біраз оқиға болды. Қаншама жастар жазықсыздан жазықсыз қырылып қалды. Қазаққа өте пайдасыз дүниелер болды, көптеген шығын келді. Ешқашан болмаған
соғыс, ешқашан болмаған азаптау, қазақтарды ешқашан болмаған қорлау болды. Бірақ желтоқсанның жақсы жағы да болды. Яғни қазіргі кезде желтоқсанның жақсы жағы ол біздің тәуелсіздігімізді алғанымыз. Басқа халықтар, біздің халқымыздың тәуелсіз болуы осы желтоқсан оқиғасымен байланысты емес пе? Біз неге тек қана оның жаман жағын ойлауымыз керек? Оның жақсы жағын да ойлауымыз керек қой. Яғни біз желтоқсан оқиғасы болмаса ешқандай тәуелсіздігімізді алмайтын едік. Қазір біздің тіліміз де, дініміз де мүмкін басқаша болар еді. Сондықтан мен желтоқсан оқиғасына айтар алғысым шексіз. Жақсы эмоция, бізде қорытындылау, бағалау. Әр нәрсенің қайырымы бар демекші, бұл оқиғада қаншама қазақ азаматтарын өз жанын қиып, тәуекелге барып, өз қалаларына қол жеткізген. Олар тәуекелге бармағанда, біз қазіргі таңдағы тәуелсіз егемен елде тұрмас едік. Ол болмаған жағдайда біз қазір көп ұлт болмас едік. Және де дамыған елдердің қатарында болмас едік. Және де менің айтқым келгені, осы азаматтарды әрқашан құрметтеп, жадында сақтауымыз керек. Жақсы, заман көрінісімен салыстырып, тамаша отырайықшы. Көтерілген мәселе желтоқсан оқиғасы. Жалпы бұның себептері 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартия комитетінің шешімі бойынша жаңағы еліміздің басшысын Колбинді сайлап қойды. Осы себептен біздің жаңағы жастарымыз не үшін біздің Қазақстанды басқару керек деген сұрақпен бейбіт шеруге шығарды. Салдары жоғарыда қатарда мынандай бұйрық береді. Ешқандай адам орталыққа келіп көтеріліс ашпасын деген бұйрық береді. Алайда еліміздің патриот адамдары, патриот жастары орталыққа шығып, отан үшін отқа түс кимесін деп әнұр ататып, өздерінің солай көтеріліске шығады. Алайда осының әсерінен сол қазақ жастары қырылып қалады. Оларды тіпті тірідей жерге де көміп жіберген жастар да бар. Желтоқсан оқиғасына қатысқан адамдарды соттаған болатын, жазалаған болатын. Желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін ұсталып жаза тартқан адамдар саны 8500-ге жетті. Сотталған адамдар саны 99-ға жетті және өлім жазасына кесілгендер 9-ға жетті. Екі кісі. Осы кісілердің арқасында біз қазір тәуелсіз мемлекетпіз, өзіміздің тіліміз, өзіміздің дініміз, өзіміздің мемлекеттік рәміздеріміз бар. Өзіміздің жерімізде өзіміз би, өзіміз қожамыз. Жақсы, тамаша. Тез жапсырамыз. Жылым жапсырайық. Біз тақырыпты оқиға қайталанады деп алдық. Себебі біз желтоқсан оқиғасымен осы жақында болған қаңтар оқиғасын алып, сол екеуін байланыстырып салыстыратын боламыз. Біз бірінші желтоқсан оқиғасына келетін болсақ, 1986 жылы 17 және де 18 желтоқсан аралығында Алматыда болған қазақ жастарының КСРО үкіметінің отаршылдық әкімшіл жүйесіне қарсы іс-қимылынан біле аламыз. Көтерілістің басты себебі ол Мәскеуде отырған республикалық халқының пікірлерімен санаспай, Ресейдегі Ульянов облысы партияның комитеті бірінші хатшысы, яғни Колбинді Қазақстанның басшысы етіп сайлау болды. Бұған қарсы болған қазақ жастары қазіргі Алматы қаласы бұрынғы Брежнев алаңында, яғни республика алаңында көтеріліске шығады. Көтерілістің басында сағат 8-дер шамасында 300-де ғана адам болса, кешкісін 20 мың адамға дейін жеткен болатын. Желтоқсан көтерілісіне ұқсас қаңтар оқиғасы орын алған еді. Бұл көтерілісте халықтың наразылығымен басталды. Наразылықтың бірден бір себебі қымбатшылық. Халықтың наразылығы әділетсіздік екі үдерісте де орын алған еді. Қаңтар оқиғасында халықтың назы күнделікті қолданыстық заттардың бағасының бірден өсуі. Олар жанармай, азық-түлік еді. Басшылық халықтың жағдайына қарай бағаны бірден түсірсе, бұлай шу болмас еді деп ойлаймын. Көтеріліс кесірінен шығын көп болды, теріс әсер тигізіп қана қоймай, тарихта өшпес орын алды. Жалпы оқиғаны қорытындылайтын болсақ, екі оқиғаның арасы 36 жыл, яғни дәл барыс жылында қайталанып отыр. Сонымен қатар екі оқиғада да әділетсіздік байқалады және де жастар жағынан шығын. Алматы қаласында жастар болып көтерілсе, осы жылы барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінде әрбір қалалар жеке-жеке көтеріліп отыр. Жақсы, тамаша. Кеттік, күшті жақтары.
желтоқсан көтерілісі ұлттық рухтың және ерлік пен елдіктің мұратын танытқан және тәуелсіздік алуға көмектескен тарихтағы өз орны бар аса үлкен оқиға. Және де ұлттық санын қалыптастырып, рухын өсірді. Өз еркін өзіміздің қолымызда. Еліміздің алдында ешкімнің алдында есеп бермейміз. Және де әлем ойнатқан еліміз. Қасты жағы. Бізде ұлттық көзқараспен қарап талдау жасаудың методологиясы мен ғылыми негіздері қалыптаспады. Бұл методология орыс тілінде жазылып, қазақ қоғамына оңтайлы көзқараспен жасалмауын көрсетеді. Мүмкіндіктері. Бізде алаш қозғалысының тарихы бойынша жазбаларды шығару оңайға соққан жоқ. Яғни кедергі келтірушілер көп болған туралы айтылады. Сол себепті, сол сияқты желтоқсан оқиғасында да кедергі келтірушілер болуы мүмкін. Яғни құнды құжаттардың біз құпия жатқанын білмейміз. Қауіптер. Көтерілісшілер сотталып қатары жойылды. 99 адам сотталды. 264 бала оқудан шығарылды. Қазақ ұлтшылдығының көрінісі деген баға беріліп, қуғын сүргінге ұшырады. Масход тобы мен домино әдісі арқылы бізге тақырыпты өте жақсы түсіндіріп берді. Тақырып өте түсінікті, әрі қызықты өтті. Гамина, сендер бағалады. Бұл топты мен бағалайтын болсам, бұл топ қазіргі кездегі оқиға мен желтоқсан оқиғасын екеуін салыстырып бізге өте түсінікті қылдырып, керемет түсінікті жеткізді. Жақсы, ары қарай кет. Алты қалпақты бағалайындар, Нұрай, сендер тұрсыңдар. Мен бағалап кетсем, Бағалайды. алты қалпақ тобы мен қаңтар оқиғасы мен желтоқсан оқиғасын жақсы ашып көрсете алды, иә? деп сөйлеймін. Себебі әртүрлі көңіл күйге бізге жақсы көңіл күй сыйлады деген. Сендер бағалап кетіңдер. Свод талдау. Мен аяған тобын свод талдауын жақсы бағалады. Олар өте жақсы көрсете алды. Бірақ толықтыратын жерлері де болды деп айтқым келеді. Бірақ жерлерін толықтырса, бұдан да күшті болады дейді. Жақсы балдар, ары қарай кері байланыс жасап жіберейік достарымызға. Кеттік. Кері байланыс жасап жіберейік. Кері байланыс болды дейсіз. Еркежан. Бүгін мені сабақта қуантқаны балалардың барлығы толық қатысып, белсенді атсалысып отырған. Тағы да ақпадақ бүгін мен түсінген нәрсем адамдарда ешқашан процессін өшпеу керек екен. Және де сабаққа қатысып отырудан ешқандай қиындық болмайды. Жақсы. Ал Назерке, Ең қызықты болғаны топтық жұмыс мен үшін, себебі әрбір топтың өзінің жұмыстарын жеке дара ашып көрсете алғандар. жақсы жарайды балалар, бағалап кетейік. Бірінші топта бізде әдемі 5, Мерей 5, Мико 4, Мәди 4, Аяулым 5, мына топта Еркежан 5, Айтол мен Данияр 4, Назерке мен Еркежанға 5 қой деймін. Кішкене активна қатысаңыз, Айтол мындай кеттік. Динара кімі? Нұрай мен Нұрбол жаңадан келген оқушымыз тамаша қатысып отыр. Екеуіңе 5, қалған балаларға 4 қой деймін. Келесі уақытта активна қатысаңыз, мында бізде Ақниет, Дәулет, Әділ тамаша сөйлеп отыр. Ақбота бар 5, қалған 2 оқушымызға 4. Үй тапсырмасын алайық балалар.